Так, сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгін сақтау заңдар тарауы бойынша 3-ші сабағымызды қарастыратын боламыз. Бұл тақырып бізде реактивті қозғалыс. Және бұл бір тақырыпша бар, Байқоңыр ғарыш айлағы. Так, ой қозғау бойынша біз сіздерге алдымен ғарыш және галактика туралы кішкене ұғымдарды айтып өтуге болады. Так, реактивті қозғалыс дегеніміз біз ауа шарларының жоғары көтерілуі, не болмаса біз сегізаяқ, медуза, теңіз құрты сияқты су асты жәндіктерінің жоғары қарай құлдилаған кездегі көрінісін, не болмаса ең бізге үлкен мысал зымырандарды мысалға келтіруге болады екен. Келесі. Циолковскийдің 1903 жылы әлемдік кеңістікті реактивті құралдармен зерттеу еңбегінде зымырандардың көмегімен ғарышты игеру мүмкіндігі туралы теория дәлелденді. Көп сатылы зымырандардың сипаттамасы жасалынды. Енді қарапайым зымыранның құрылысы бізде тұрады қабықтан, отыннан және сопылы жану өнімдерінен тұрады екен. Енді дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шыққан кездегі қозғалысты біз реактивті қозғалыс деп атайды екенбіз. Бұл сендерде жаңағы ракетаның құрылысы және осы бойынша біз қысқаша анықтама беруге болады екен. Келесі, ғарыштың жаңалықтары. Марс сапарында ақш-тың НАСА ұлттық ғарыштық агенттігі Марсқа қондырды. Аппарат сол іздермен барып, Марс бетінің бедерінде суретке түсірді. Соның нәтижесінде ғалымдар бұрын-соңды болмаған су бар екеніне тұжырым жасады. Енді мынау Казсат 2 және Казсат 3 спутнигі. Енді келесі біз есептер шығарар болсақ. Біздің есептеріміз 18-ші жаттығу, яғни тақырыптың соңындағы есептерді реактивті қозғалыс бойынша шығарамыз. Сау сәлеметте болыңыздар.